радикализм қаяқтан тарап жатыр десек, ол үйінде отырып, бәлкім ата-анасының жаңағы бақылауынсыз қалып кеткен бала, или көкейінде бір сұрағы бар бала, оған жылт етіп шыға келетін бірінші әлеуметтік желілер бар ғой, немесе қасындағы достары бар, немесе WhatsApp чаттар бар. Сол арқылы жалпы азаматтарға қауіптілік болып жатыр да. Әлеуметтік желінің дұрыс бағытта пайдалануға болады, бірақ оны өзімізге зиян бағытта да пайдалануға болады. Бәлкім қазір жастарымыз сол зиян бағытында пайдаланып жүр да. Сол үшін де біздің қазір қоғамдағы жастардың көбісі кәмелетке толмағандар деп жатырсыз ғой. Мен де оған қосыламын, себебі солар жаза басып радикалды бағыттағы видеоларды көргеннен кейін міндетті түрде олардың ішінде бір көзқарас пайда болады. Жастар дегенімізде әрине қазір қоғамның ең бір әлсіз тұсы, бірақ дегенмен болашақ жастардың қолында. Шариғаттың шеңберінде де жалпы білім алуға бұйырады да бізді Алла тағала. Яғни білім алыңдар, үйреніңдер, жан-жақты болыңдар. Бәлкім білім алу деген тек шариғи білімдерді ғана емес, бүкіл дүниеви ілімдердің барлығын меңгеріп, сол арқылы дінді түсіне алады адам. Ал егер тек дінді оқитын болса, бәлкім Құран аяттарының ішіндегі дүниеви ілімдерге қатысты мәселелерді біз толыққанды түсіне алмаймыз. Бәлкім жаңа ішіндегі тауларға қатысты, немесе жапырақтың жасыл сипатқа боянуына қатысты Құран аяттары бар да. Ал енді биологияны оқымаған, басқа жаңағындай географияны, физиканы оқымаған азаматтар оның Құран аятындағы Құдайдың айтып тұрған мәтінін ол толыққанды түсіне алмайды да. Ең басты жаңағы шариғаттың талабы білімді болу, яғни сауатты болу. Діни сауаттылық әрдайым азаматтарымыздан жарыққа шығарады.